Алюминий үшінші А топшасында орналасқан. Негізгі топшада, яғни бұл дегеніміз оның 3 валентті екендігін көрсетеді. Сәлем достар. Бүгінгі сұрағымыз өте ерекше, яғни өте қарапайым сұрақтардың бірі, бір оқырманым қойған екен. Индекс туралы түсіндіріп берсеңіз деп. Жалпы индекс дегеніміз бұл мысалы кез келген қосылыстың мынандай астыңғы жағында тұратын сандар. Мысалы, аша кесе түртте 2, 4 бұлар индекс болып табылады. Мысалы, суда H2O-да мына жердегі 2 бұл индекс болып табылады. Натрий хлорда да индекс бар, олардың саны 1-ге тең, бір жазылмайды қосылыстарда. Сонымен қатар мынадай сұрақта болған етін, мысалы қосылыстарда реакция жазғанда дейді, өнім ретінде қандай өнім түзілетінін қайдан білесіз дейді. Бұл жерде мысалы екі зат әрекеттескенде ешқандай санына несіне қарамайсыз, осы берілген екі затты бірге қосып жазасыз. Яғни осылай бірден екеуін H және хлорды бір жерге жазасыз. Мына жерде екеуі 2 бөлек тұрған болса, енді өнім ретінде екеуін бірге жазасыз. Ал енді сандарын қойып шығамыз. Бұл жерде бірінші бізде сутек H2. Бұлар бос күйінде әрқашан 2 атом күйінде жүреді. Яғни индекс дегеніміз 2 атомы дегенді білдіреді. Мысалы, сутектің 2 атомы мен хлордың 2 атомы әрекеттескен дегенді білдіреді. Яғни индекстің мағынасы осында. Сонда H деген сөз, мынау хлор деген сөз. Енді теңестіру үшін бірінші сутекке қараймыз. Сутек бізде 2, мынау индексіне қараймыз. Өніміміз 1. Сондықтан алдына 2 қоямыз. Мінекей 2 қойдық. Енді екінші хлор бізде 2. Мынау индекс саны есептелінеді. Яғни бізде хлор реакцияға дейін 2. Реакциядан кейінде 2 болып тұр. Өйткені мына 2. Бұл жерде 2 дегеніміз индекс емес, бұл коэффициент. Яғни осы қосылыстың алдындағы үлкен сан бұл коэффициент деп айтылады. Коэффициент дегеніміз осы неше молекула екендігін көрсетеді. Мысалы, мынау бізде молекула болып табылады, өйткені бірнеше атомдардан құралған. Егер тек қана жалғыз өзі болатын болса, оны атом деп айтар едік, ал мынау молекула. Молекулалар, яғни бізде 2 молекула түзілгенін көруге болады. Коэффициент соны білдіреді. Бұл жерде де сондай H хлор және H хлор түзілді дегенді білдіріп тұр. Яғни бізде реакция нәтижесінде H2, хлор 2 барлығы теңескенін көруге болады. Яғни бізде реакция тең. Сонымен қатар, мынау қосылыстарды жазғанда, мысалы, индекстерді қою үшін біз тотығу дәрежесін, валенттілігін білуіміз керек. Яғни әр өзіне тән тотығу дәрежелері, валенттіліктері бар. Оны қайдан білем десеңіз, әрине бұл Менделеев кестесінен біле аласыз. Көп жағдайда бізде негізгі топшаның, яғни бізде А топшалардың барлығы топ нөміріне сәйкес келеді. Яғни бұл жердегі валенттіліктері топ нөміріне сәйкес келеді. Тек қана бұл негізгі топшалар үшін негізделген. Яғни негізгі топшалардың валенттіліктері бұл өзінің топ нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, бұл жерде алюминий хлоридін алатын болсақ, бізде алюминий үшінші А топшасында орналасқан. Негізгі топшада, яғни бұл дегеніміз оның 3 валентті екендігін көрсетеді. Ал хлор дегеніміз бұл тотықтырғыш, өте күшті тотықтырғыш, әрқашан 1 валентті көрсетеді. Яғни бұл 7-ші топта болғандықтан 7 валентті деп айта алмаймыз, өйткені бұл тотықтырғыш қызметін атқарып тұр. Әрқашан 2-ші орында тұрған заттар тотықтырғыш, 1-ші орында тұрған бұл тотықсыздандырғыш. Яғни бізде хлор тұрақты 1 валентті көрсетеді. Яғни осында 2-ші орында тұрғанда 1 валентті деп аламыз. Енді осылай жазып алдық. Мынау алюминий 3 валентті, хлор 1 валентті десек, енді осы 3-ті мынау хлордың астыңғы бөлігіне индекс етіп жазамыз, ал 1-ді мынау алюминийдің астына. Бір негізі жазылмайды, оны бар деп есептейді. Жоқ болса, мына жерде ешқандай сан ол 1 деген сөзді білдіреді. Сондықтан да осы 3-ті ғана мынау хлордың астына индекс етіп жазатын боламыз. Яғни бізде осылайша қосылыс түзіледі екен. Индекстерді осылай валенттілік, тотығу дәрежелерін қою арқылы индекс қоя аламыз. Ал коэффициент дегеніміз ол реакция теңдеуін теңестірген кезде молекула алдыларына, қосылыстар алдына қойылатын сан. Тағы бір мысал келтірейін.
Мысалы ретінде ерегіштік кестесін пайдалана отырып, мысалы натрий қатарын қарайтын болсаңыз, барлығы ериді бұның қосылыстары. Натрий, мысалы натрий S2-. Егер көріп тұрған болсаңыздар, бұл жерде ерегіштік кестесінде барлығы көрсетілген. Мысалы натрийда +1 деп тұр, ал мынау S-те 2- деп тұр. Яғни бұл жерде өзінің зарядтары дайын көрсетілген. Сондықтан да мен де осы қосылысқа жоғары бөлігіне осылай жазып қойдым. Енді біз +1 деген мына жаққа түседі, ал 2- деген мына жаққа түседі. Индекс ретінде бір жазылмайды, 2-ні жазатын боламыз. Мінекей 2-ні жаздық, сонда натрий 2S деген қосылыс түзді. Осылай сіз индекстерді өз еркіңізбен түсініп, осылай жазуыңызға болады. Мысалы, мынау PO4 алайық, натрий емес, мейлі басқа нәрсе алайық, ерит дегеннен. Мысалы, калийді алайық. Калий PO4. Және де мынау зарядтарын жазу міндетті түрде зарядтар жазылу керек. Калийдікі плюс, PO4-те 3- деп жазылған. Осыларды жазамыз. Мінекей бізде ерегіштік кестесі бойынша калийдің жоғары бөлігінде плюс болып тұр, яғни +1 зарядты немесе 1 валентті екендігі көрсетілген, ал PO4-тің 3- зарядты екендігі көрсетілген. Бұл жерде PO4 болып жүруінің себебі бұл қышқыл қалдығы. Бұл жерде яғни калий PO4 болып, бұл жерде тұз түзіліп тұр. Ал енді индекстерін қоймайынша бұл жерде бір белгілі қосылыс деп айта алмаймыз, яғни бірінші индекстерін қойып аламыз. Бұл жерде калий плюс болғандықтан мына жаққа 1 болып жазылады, 1 жазылмайды. Бізде 3 калийдің астыңғы бөлігіне жазылады индекс болып. Сол кезде қосылысымыз калий 3 PO4. Яғни осындай калий фосфаты деген қосылыс түзілді. Бұл бізде тұз болып табылады. Өйткені PO4 деген бұл қышқыл қалдығы, және калий деген бізде металл. Әрине металл, бейметалл мен қышқыл қалдығы бірігіп, бізде тұзды береді. Яғни бұл жерде тұз түзілген екен. Сіздер де осылай кез келген қосылысты еркін құрастырып, және де индекстерін өз еріктеріңізбен қоя аласыз. Егер сіз осындай Менделеев кестесінің ерегіштік кестесін пайдалансаңыз, және де Менделеев кестесінің өзін пайдаланатын болсаңыз, ештеңеге қарамай-ақ осылай реакция теңдеулерін емін-еркін жазып үйренетін боласыз. Достар, егер осы видео ұнаған болса, лайк басуды және менің арнама жазуды ұмытпаңыз.